Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен қоршаған ортаны қорғау бөлімін бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырып табиғат ортақ үйіміз. Мақсаты әңгіменің мазмұнын болжау. Ребята, сегодня начинаем раздел под названием «Защищать окружающую среду». И тема сегодняшнего урока называется «Природа – наш общий дом». Сегодня научимся понимать содержание рассказа. Бүгінгі өтетін және қолданатын жаңа сөздер: киік, сайгак, марал, олень, қорғау, защищать, мал дәрігері, ветеринар. Балалар, жаңа сөздерді оқимыз, сөздікке жазамыз және сурет арқылы қайталаймыз. Киік, марал, мал дәрігері. Ребята, прочитайте, запишите новые слова в словарь, затем выучите их. Келесі бірінші тапсырма: тиісті жаңа сөздерді қойып жазамыз. Ребята, работа с новыми словами. Вам нужно поставить вместо многоточий нужное слово и записать его в тетради. Келесі суреттерге қарап болжаймыз. Ребята, давайте внимательно посмотрим на картинки и попробуем предположить, о чем будет текст. Суретке мұқият қараймыз. Сосын үшінші тапсырма: мәтінді бірге оқимыз. Ребята, давайте прочитаем текст вместе. Біздер орманда алқапта тұрамыз. Менің атым Балнұр. Мен мектепке көлікпен барамын. Бүгін үйге қонақ келеді. Әжем екеуміз бақшада дастархан жайдық. Қонаққа кімдер келеді деп ойлайсыңдар? Әнуар мен Сәулет менің сыныптастарым. Аулада Әнуар мен Сәулет әлденеден қашып жүр. Балалар неден қорықты? Киік пен маралдың лақтары оларға емес, әжеме жүгіріп келеді екен. Күн сайын олар осы шелектен су ішеді ғой. Бұл жануарлар неге мұнда жүр деп ойлайсыздар ғой. Менің анам мал дәрігері. Ол жараланған жануарларға көмек көрсетеді. Ал менің әкем кім деп ойлайсыңдар? Менің әкем орманшы. Арғы аталарым да орманшы болған. Табиғатты қорғау отбасымыздың ата кәсібі. Менің достарыма біздің отбасылық кәсібіміз өте ұнайды. Олар неге дастарханға келмей жатыр? Достарымды әкем үйден ертіп шықты. Олар кішкентай жолбарыстың күшіктерінен қорқыпты. Балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз. Аудармасымен танысамыз. Енді келесі 4-ші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға ауызша жауап береміз. Вам нужно в 4-м задании ответить на данные вопросы по тексту устно. Бірінші сұрақ: Балнұр қандай жерде тұрады? В каком месте живет Балнұр? Балнұрдың ата-анасы кім болып жұмыс жасайды? Кем работают родители Балнұр? Балнұрдың үйінде қандай жабайы жануарлар бар? Какие дикие животные есть дома у Балнұр? Балнұрдың отбасын табиғат қорғаушылары деп айтуға бола ма? Можно ли назвать семью Балнұр защитниками природы? Ребята, ответы на данные вопросы высылайте своему учителю голосовым сообщением. Келесі жазбаша тапсырма: сөйлемдердің дұрыс-бұрыстығын анықта. Вам нужно определить, правильны ли эти предложения или неправильные. Запишите данные предложения в тетради. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.